Бәріңе сәлем достар, мен Дольф. Және осы видеода сіздерге өзім туралы бір қызықты оқиға айтып берем. Печеньелер мен шайларын дайындап отырыңдар, ал біз кеттік. Бір күн мен досыммен бірге ат ойнап жаттым. Біздің ішіміз пысып кетті. Ол маған үйдің артында өрмекші көргенін айтты, және маған соны өрмекшіні көрсетейін ба деп сұрады. Мен келістім. Біз сушқа барды, как будто и так бәле жетпей жүргендей. Бізде бала кезімізде инстинкт самосохранение деген болмады ғой деймін. Айтпақшы сөзде өткір шипырлар бар екен. Біз соларға, мен досым аяғын, мен болсам қолымды кесіп алдым сол шипырларға. Сосын үйдің артынан айғай шумен құтылдық. Мен болсам үйге тарттым. Достым, егер сен мен сияқты саусағын кесіп алғың келмесе, каналыма тіркел және лайк бас. Сонда менің тағдырым қайталанбайды.